Атқа міну ол сүннет, керемет дүние. Соның бірі мына бала тәрбиесі ғой. Біз әрқашанда өзімізді ғана ойламай, енді біз ауылда өстік, ауылда атқа міндік, есекке міндік, ат-арбаға міндік. Бірақ бұны балаларымыз мінген жоқ қой. Сондықтан да балаларымызды үйретіп, балаларымызды әкеп, атқа мінгізіп, оларды да бізді үйрету ол біздің парызымыз. Біз оларды қазір үйретсек, олар ертең өзінің ұлттық мынау болмысын ұмытпайды да. Болашақта былай айтқан кезде атқа мініп өзінің қазақ екенін, ұл болсын, қыз болсын, сондықтан да балаларымызды алып келіп атқа мінгізіп отырыңыздар. Бізде көптеген ипподромдар бар, қаланың ішінде, қаланың сыртында дегендей. Және де бір қымбат та емес. Сондықтан да сіздерге айтарым, ол қыздарыңызды қазақ болсын десеңіз, атқа тәрбиелеңіз.